Мұғалім 40 минуттың ішінде балаға өзінің пәнін бере алады. Ал ұстаз 40 минуттың ішінде балаға тек қана пәнін емес, одан бөлек өзінің ішкі әлеміндегі болмысын, құндылығын бере алады. Осы қазақ қоғамына, қазақтың жастарына сай мұғалімнің жаңағыдай бейнесі қалай болу керек деп ойлайсыз? Мысалға, ішіп жейтіні болмаған жан қалай ғылыммен айналысады деген сияқты нәрсе ғой. Отбасын асырау керек деген секілді жолмен кетіп қалған көптеген жастар болды. Сондықтан да кейбір тұстарда осындай бір көңілге қаяу түсіретін сәттер көп. Оны біз жасырмаймыз. Мысалы, бірі фиқ ілімі, хадис ілімі, Құран ілімі деп жеке-жеке осылай кете береді. Бұлардың әрқайсысы үлкен 14 ғасыр бойы зерттеліп келе жатырған үлкен монографиялық еңбектер күнімізге дейін жетті. Кәдімгі классикалық еңбектер. Дін мен жалпы ғылымның байланысы туралы не ойлайсыз? Сәлем тыңдарман, сіздер тыңдап отырған Білім және ғылым жолы подкастының алғашқы эпизоды. Сіздермен бірге мен Талғат Амина, және де бұл Азық подкаст. Бүгінгі біздің қонағымыз тұлға таным кітапшаларының авторы, педагог-проферентолог Найзабек Жанбай. Сәлеметсіз бе? Келгеніңізге ең алдымен көп-көп рахмет. Және де бүгінгі біздің подкастымыз жайында сұрақтарымды қойып кетсем. Ең алғашқы сауалым, қазір білім беру жүйесінің басты мәселелері қандай деп ойлайсыз? Сізге де көп-көп рахмет. Енді қазіргі білім беру жүйесіндегі негізгі мәселелер, менің ойымша, бірінші кезекте бұл білікті ұстаздардың көптеп болуы, оларға жұмыс жасауларына еркіндік беру, кейін дұрыс ойластырылған үлкен бір жүйенің болуы білім саласындағы. Одан кейін барып біздер өздеріміздің шәкірттерімізді дұрыс дайындай алуымыз керек. Яғни біз осы уақытқа дейін айтқанымыздай, бірінші кезекте білікті, білімді ұстаздарды дайындау, одан кейін барып сол ұстаздарға барынша мүмкіндіктер беру, одан кейін біз өзіміздің ең бірінші кезекте дұрыс құрастырылған жүйемізді реттеп алу өте маңызды болып табылады. Осы қазіргі таңдағы біздің білім беру мәселесінде осы бір дүниелер өзекті деп мен жеке өзім ойлаймын. Жалпы, бірақ менің ойымша, енді мен мұғалім емеспін, бірақ көп жаңағыдай көріп жүресің ғой мектептерде. Қазіргі үлкен бір проблемалардың бірі эйджизм сияқты. Жаңағы үлкен мұғалімдердің жас мамандарға жаңағыдай көңілінің толмауы. Ол әрине барлық уақытта болды, бірақ сол мектептерде көп байқалатын сияқты. Менің ойымша сол мәселе өз шешімін тапса екен. Мысалға, жастарды жаңағыдай жас несіне қарап, мөлшеріне қарап, оның еңбегін бағаламау керек сияқты, менің ойымша да. Осы мәселе өзекті педагогтар арасында. Әрине, ол мәселелер де бар. Сондықтан да біз енді сіздің ойыңызбен келсем, үлкен топ мұғалімдерді де, жас мұғалімдерді де жалпы бір тұрақты, дұрыс ойластырылған жүйе керек секілді бұл жерде. Енді келесі сауал, мұғалімдер қандай болу керек? Мұғалім деген? Мұғалімге керек, жеке ойым, мұғалімге керек ең бірінші қасиет, ең бірінші құндылық бұл мейірім. Мейірім болмаса, онда өте қиын болады. Одан кейін барып, өзінің сол бір мамандығын жақсы көру, сүю. Өйткені педагог Данияр Байтемір деген ағамыз бар. Сол кісі былай айтатын: әрбір ұстаз мұғалім, ал әрбір мұғалім ұстаз емес деп. Енді ол кісі өз сөзінде негізі нені жеткізгісі келді? Мұғалім 40 минуттың ішінде балаға өзінің пәнін бере алады. Ал ұстаз 40 минуттың ішінде балаға тек қана пәнін емес, одан бөлек өзінің ішкі әлеміндегі болмысын, құндылығын бере алады. Біз осыны ұстаз деп айтамыз дейді. Сондықтан да мұғалімге керек қабілеттердің бірі бұл бірінші кезекте мейірім, одан кейін барып өзінің жұмысын жақсы көру, үшіншісі әр кез дамып отыру. Әрқашан дамып жетіліп отыру, бұл мұғалімге керекті дағдылардың бірі. Сондықтан да қазақ мұғалімдері барынша оқуға, ғылымға, білімге, мейірімге барынша сол құндылықтарға жақындауы тиіс деп мен жеке өзім ойлаймын. Жалпы енді әр ұлттың өзіндік несі болады сияқты,
ұлттық код дейді ғой, әр неге бір өзіне сай ерекшелігі. Енді біз жақсы басқа дамыған батыс елдерінен жаңағыдай практика алуымыз керек деп жатамыз. Олардың жаңағыдай көрсетіп жатырған үлгісін алу керек дейміз, бірақ осы қазақ қоғамына, қазақтың жастарына сай мұғалімнің жаңағыдай бейнесі қалай болу керек деп ойлайсыз? Мысалға, білмеймін, енді менталитетіміз бөлек, біздің өзгелерге қарағанда түсінік танымымыз бөлек болғандықтан, қазақ мұғаліміне тән қандай ерекшелік болу керек деп ойлайсыз? Қазақ мұғаліміне тән ерекшелік, менің жеке пікірім мынандай. Жалпы біз 20 ғасырдағы қайраткерлеріміз, оқығандарымызды қарайтын болсақ, олардың негізгі жеткізгісі келген ойларының барлығы адами құндылықтар. Жалпы біздің қазақ халқы болсын, Орта Азия халықтары болсын, бұлардың барлығы негізі бір нәрсені түсіндірген кезде, айтқан кезде адамның ішкі халіне қарай мән береді. Сондықтан да мен жаңа айтқандай, мұғалімге керек ең бірінші қабілет не нәрсе деген кезде мен мейірім деп айтқаным сондықтан, өйткені қазақ халқы көбінде рухани дүниелерге өте жақын халықтардың бірі. Сондықтан да қазақ мұғалімдері бірінші кезекте ішкі құндылықтарын дұрыс қалыптастырып алса деген ой. Сондықтан да жеке пікірім, жеке ойым, біздің мұғалімдерде керек қабілеттер жаңағы айтып кеткенімізде мейірім, адалдық, махаббат деген секілді мына ішкі құндылықтарына негізделген мұғалімдер болса, біздің оқушыларымыз оларға ашылады деп ойлаймын. Жалпы енді бүгінгі жастарға білім алу үшін қандай кеңес берер едіңіз өзіңіз? Бірақ білмеймін, қазір бүгінгі жастарға білім алу бір жағынан жақсы жағдайлар жасалынған, бірақ ол ғылым білімге қаншалықты керек дәрежеде деп ойлайсыз? Мысалға, қажеттілігін өтеп жатыр ма ғылыммен айналысқысы келетін жастардың мемлекеттің жасап жатқан жағдайы? Енді бұл жерде сұрақ кішкене күрделі, өйткені бұл сұрақтың өзін бір арнайы тақырып ретінде де өткізуге болады. Жалпы қазіргі қазақ жастарының білім ғылымға қызығушылығы, оларды қалай біз арттырамыз деген секілді сұрақ. Жалпы бірінші кезекте оқу, білім, ғылым бұл ең үлкен құндылық. Біз соны барынша насихаттай алуымыз керек. Қазіргі жастарға өте көптеген мүмкіндіктер бар, оқимын, ізденемін деген жастарға мүмкін біздің өзіміздің елімізде, одан бөлек шетел мемлекеттерінде оқуға мүмкіндіктері бар. Бірақ ғылыммен айналысу өте маңызды. Кез келген мемлекеттің дамуына үш нәрсе әсерін тигізеді деп мына Қуыс кеуде кітабында келтіреді. Бұл біріншісі ғылым, одан кейін мәдениет, одан кейін дін. Яғни ғылым дегеніміз бұл надандықты сындыратын ең үлкен қару. Сондықтан да жастарымызға қазіргі таңда өте көптеген мүмкіндіктер бар деп ойлаймын. Сондықтан да сол бір бағыттарға қарай әрекет еткендері жақсы секілді. Енді жалпы келесі ғылым және оның дамуына қарай ойысатын болсақ, қазақ ғылымы қандай деңгейде деп ойлайсыз қазіргі таңда? Қазіргі таңда. Жалпы қазіргі таңда қазақ ғылымында прогресс бар негізі. Әртүрлі бағытын алайық. Гуманитарлық ғылымдар болсын, немесе техникалық ғылымдар болсын, қазіргі таңда қазақ қоғамында ғылымның дамуы жаймендеп көрініп келе жатыр. Мысалы, мына жерде жазылған көптеген ғылыми еңбектердің бәрі де бұл гуманитарлық ғылымдардың жемісі. Сондықтан да біздің қазіргі жағдайымызда енді ғылымға деген қызығушылық, мемлекеттің ғылымға деген көңіл бөлуі кәдімгідей көрініп келе жатыр. Жас ғалымдарды қолдау деген секілді. Менің жеке пікірім осындай. Бірақ енді мен осы тұста қарсы пікір айтқым келіп отыр. Инстаграм желілерінде жалпы қазіргі таңда көп қой енді өте бәрімізге қол жетімді. Сол жерден көретін жаңа Алтай деген мырзаны білесіз. Осының алдында Аралды суға толтырамын деп, қазір енді Алматының түтінінен арылтамын деп шырылдап жүрген азамат. Енді осы кісінің жаңағыдай әлемдік деңгейде патент алуға жарайтындай, әлемдік деңгейде өте миллиондап, миллиардтап ақша табатындай жоба дайындап жатыр, бірақ мемлекеттің тарапынан оған ешқандай да қолдау көрсетілмеді.
яғни бұның өзі өте бір өкінішті жағдай, өйткені сондай Алматы өте лас қалалардың қатарына кірді ғой, шынтуайтына келген кезде. Бірақ соны тазартамын деп жүрген азаматты қолдамай жүрген билікті, мемлекетті енді сынағанымызда емес, жағдайлар жасалып жатыр, бірақ неге сол тұста белгілі бір деңгейде жаңағыдай қолдау көрсетілген жоқ. Немесе жаңағы мен Инстаграм желісінен видео көргем, жастарды жаңағыдай онкология ауруларына бастапқы деңгейлерінде жаңағыдай бастапқы деңгейлерінде оны анықтайтын аппарат ойлап тапқан, бірақ оны Қазақстанда ешкім қаржыландырмағандықтан жаңағыдай Сауд Арабия елдеріне барып, сол жерде көрмеде өздеріне жаңағыдай спонсор дейді ғой, орысша айтқанда, спонсор іздеп жүр, және өздерінің айтуынша бұл өте енді көңіл түсетіндей, көңілге қаяу түсіретіндей жағдай, өйткені өзінің мемлекетінен сондай қаржы таба алмағандықтан шетелден өзіне сондай қолдау іздеп жүрген азаматтар. Сіздің айтқан ойыңызбен мен де толық келісемін. Иә, енді жаңа мен айтқанымдай, бізде прогресс негізі бар, оны жоққа шығара алмаймыз, бірақ кейбір осындай бір тұстар ол да кездеседі. Яғни мемлекет тарапынан кейбір ғалымдарымызға, кейбір өнертапқыштарымызға көңіл бөлінбей жатқандығы да рас. Бірақ дегенмен алдағы уақытта ол нәрселерге де мүмкін көңіл бөлінер. Бірақ шыны керек, осыдан мысалы 20 жыл бұрынғы, 15 жыл бұрынғы біздің ғалымдардың жағдайы мен қазіргі ғалымдардың жағдайы салыстырмалы тұрғыдан қарайтын болсақ, кішкене бір қолдау бар секілді көрінеді жеке өзіме. Дегенмен өкінішке орай көптеген тұстарда жалпы қоғам ондай үлкен ғылыми жарылыстарға дайын емес, ғылыми жарылыстарды көп біле бермейді. Одан кейін барып мемлекет тарапынан да кейде осылай бір жас ғалымдарымызға көңіл бөлінбей, көптеген жастарымыз шетелде үлкен компанияларда қызмет атқарады. Яғни сондай да бір кейбір тұстарымыз бар, енді ол енді жасырмаймыз. Осы тұста да жаңағыдай эйджизм байқалатын сияқты, жаңағыдай жастарға сондай көңіл толмау, сол мәселелер көтерілетін сияқты жалпы. Бірақ білмеймін, біздің жаңағыдай ғылым деңгейімізді шетелмен салыстыра алмаймыз, бірақ оған да әлеуметтік мәселелер ең бірінші әсер ететін сияқты. Әлеуметтік деңгейі жоғары болмай, мемлекет ғылым мен біліммен айналыса алмайды ғой. Бұл тұста ең бірінші әрине халықтың жағдайын, ішіп жейтіні болмаған жан қалай ғылыммен айналысады деген сияқты нәрсе ғой. Соны жөндеу керек сияқты. Өйткені бізде көптеген ғалымдарымызға мүмкіндік бере алмай тұрмыз. Көптеген мысалы ғылым жолына түсем деген мен көптеген жастарды кездестірдім. Қазіргі таңда ол жолда емес, жаңағындай отбасын асырау керек деген секілді жолмен кетіп қалған көптеген жастар болды. Сондықтан да кейбір тұстарда осындай бір көңілге қаяу түсіретін сәттер көп, оны біз жасыра алмаймыз. Ол тек біздің елімізде емес секілді, көптеген Орта Азия халықтарының арасында да кездесетін секілді ондай дүниелер. Енді дін мен жалпы ғылымның байланысы туралы не ойлайсыз? Екеуі енді өте үлкен тақырыптар ғой, екеуі екі бөлек. Бірақ соның байланысы неде деп ойлайсыз? Жалпы дін бұл өз алдына үлкен бір ғылым. Өйткені әрбір діндерді қарайтын болсақ, оның ішінде исламның қарайық. Ислам дінінің ішінде көптеген тармақтар бар. Сол тармақтардың мысалы бірі фиқ ілімі, хадис ілімі, Құран ілімі деп жеке-жеке осылай кете береді. Бұлардың әрқайсысы үлкен 14 ғасыр бойы зерттеліп келе жатырған үлкен монографиялық еңбектер күнімізге дейін жетті. Кәдімгі классикалық еңбектер, сол классикалық еңбектерді әлі күнге дейін жаңағыдай медреселер, университеттер, жоғары оқу орындары әлі күнге дейін сол жазылған еңбектерді пайдаланады. Сондықтан да діннің өзі үлкен бір ғылым негізі. Жалпы айтып жатады ғой енді, осы ми жаңағыдай таңда ерте тұру, жаңағыдай түрлі психолог ғалымдар оның пайдасы туралы айтып жатады да, жаңағыдай
кітаптар жаза не деген түрлі. Бірақ бір қызығы сол таңертең жаңағыдай таңғы намаздың уақытынан 45 минут бұрын тұру, бұл ағзаға пайдалы деп жаңағыдай ғалымдар жаңалға жатыр ғой, бірақ бұл Құранда келтірілген дейді да. Және де жаңағыдай қателеспесем ифтар алдында оқитын намаз. Иә, құптан намазы, есім сұрайым. Сол құптан намазында ұйықтау, жаңағыдай ол ағзада мелатонин бөлінетін кез дейді. Бұл ұйықтау пайдалы деп көрсетеді ғалымдар. Бірақ сол нәрсе неше жылдар бұрын Құранда көрсетілген деп айтып жатады. Сонда бұнда бір білмеймін, тылсым күштердің бары ма, әлде неше жыл бұрын бізге көрсетіп бергені ме, таңғаларлық жағдай. Өйткені барлық мысалға қазір ғалымдар үлкен жаңалық қылып ашып жүрген нәрселердің бәрі сол дінде жазылған, дінде көрсетілген жайттар. Бұл туралы ойыңыз қандай? Иә, өйткені қасиетті Құран кәрімде көптеген дүниелер қамтылды. Кейін уақыт өте келе зерттеушілер, оның ішінде батыс зерттеушілері бір ғылыми жаңалықтар ашып бастады. Кейін олардың өздері де сол бір кітапқа көз жүгірткен уақытта өздерінің жұмыстарының бұрын жазылып кеткендігін көріп, өздері де таңғалғандары да көп. Сондықтан да жалпы дін ғылым, жалпы жеке өзім, дін ғылымы ол жеке алдына үлкен бір кәдімгі басы бар, ортасы бар, кәдімгі зерттелген дүние деп есептеймін. Иә, жалпы бүгінгі келгеніңізге рахмет. Бұл біздің бірінші алғашқы эпизодымыз болған. Және де келесі біздің подкастымыз бұл Алаш автономиясы, жалпы абай және тұлғатану жайында болады. Ендеше сіздерге қызық болса, ары қарай бізбен бірге қалыңыздар және келесі эпизодта кездескенше.